ұбт-да мына есеп басыңды қатырып жіберді, иә. Негізі оп-оңай есеп үйреніп алшы. Просто сен түсіну керек нәрсе мынау. Мына тұрған дәу нәрсені сен не істейсің? Түбірден қылып жіберсің. Просто ойлан. Бұны есептеген кезде түбірдің алдына 2 тұрса, бұл бізде кайф жағдай. Бұл кезде өзіңе сұрақ қоясың. Түбірдің астына өрнекті аласың және мына алдына тұрған санды аласың. Қандай екі санның қосындысы мынаны береді, көбейтіндісі мынаны береді. Бітті? Болды ғой. 2 және 1, 2 және 1. Қоссаң кіші беріп тұр, көбейтсең 2-ні беріп тұр. Болды. Ол сен мына тұрған дәу нәрсені 2 қосу 1 деп жазасың, ортасына қосып тұр. Енді дәу тұрған түбірді жеке-жеке бөліп бересің ғой. Болды. Сосын не пайда болып тұр мына жақта? Дәреже жазып қоя саласың. И осы тең болады мына тұрған нәрсеге. Енді істейсің, сен апарасың да, мына екеуі бірдей болғандықтан, мына екеуі тастап кете саласың. Сосын де x-тің квадраты азайту 3x тең болатын шеге минус 2-ге. Олай болса x-тің квадраты азайту 3x қосу 2 тең ғой 0-ге. Олай болса сен түбірлерін қосындысы сұрап тұр. Қосындысы сұраса сен мына тұрған санның қарама-қарсысын жаса аласың. Біздің бета-тамыздың формуласы бар. Яғни x1 қосу x2 неше тең болады екен? +2 тең болады ғой. Бітті. Че там? Ақиқат па?